Сәлем, қайырлы күн. Мен сізді каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Менің есімім Женерке Жұмағалиқызы. Видеоны соңына дейін қараңыз. Жалпы бұл каналда алдағы уақытта тіл үйренуге жеңіл методикалар, сонымен қатар ағылшын тіліне байланысты грамматикалық тілді қалай жеңіл үйрену керек, сонымен қатар жаттығулар, тапсырмалар, көрнекіліктер деген сияқты дүниелер салынатын болады. Бұл алғашқы видеода көбінесе әлі өзін іздеп жүрген, иә, ең басында адамдар тіл үйренетін кезде бірден барып тіл үйрене салмайды. Қалай тілді үйренсем болады деген сияқты методикаларды іздейді. Ондай сұрақ сізде болса және бүкіл ютубта ақтарып шықсаңыз, онда сіз осы видеоға тура келдіңіз. Яғни мен қалай тілді тез үйрену керек, сол туралы сұрақтарға жауап беремін. Ең бірінші, не үшін тіл үйренуіңіз керек? Вот осы сұрақты өзіңізге қойыңыз алдымен. Әркім тілді әртүрлі үйренеді. Мысалы, жұмыста дәрежесі көтерілу үшін, немесе шетелге саяхаттау үшін, немесе жұмысының бағытына байланысты, иә. Саяхат болса аудармашы қызметін, немесе жазба аудармашы деген сияқты. Мүмкін мектептерде, колледж, универлерде ағылшын тілінен сабақ беретін мұғалім шығарсыз. Мүмкін тек басқа мемлекеттегі достарыңызбен қарым-қатынас жасау үшін сіздерге ортақ тіл ағылшын тілі болуы мүмкін. Вот нақты мақсатыңыз қандай, не үшін үйренуіңіз керек, соны біліп алуыңыз керек. Және сол мақсатқа жету үшін сіз ешқашан ерінбейсіз, тілді тастап кетпейсіз. Мысалы, кейбір адамдар болады, тілді бір жыл ішінде үйреніп алады, немесе 10 жылдап жүруі мүмкін, 4 жыл қанша курстарға барса да ештеңе үйренбеуі мүмкін. Демек, ол адам не үшін тілді үйреніп жатқанын мақсаты нақты емес деген сөз. Қай уақытта сіздің мақсатыңыз нақты болады, сол кезде сіздің миыңыз, тілге деген құштарлығыңыз, мотивацияңыз жүйелі түрде алға қарай жылжитын болады. Енді жарайды, сіз мақсатыңызды анықтадыңыз, не үшін үйрену керек екенін сұрағыңызға жауап таптыңыз. Енді қалай үйренесіз? Тілді үйренген кезде ешқандай қиындық туғызбау керек сізге. Тек қана оны үйренген кезіңізде бір жақсы көңіл күймен, ешқашан сізге бір қысым көрсететіндей болмауы керек. Яғни ойнап, күліп, рахаттанып деген сияқты, иә. Әркімнің методикасы әртүрлі. Мысалы, біреуіңіз тек қана кино көру арқылы, иә, жаттап, сөздер жаттап алуларыңыз мүмкін, немесе елестетіп отыруларыңыз мүмкін. Ал кейбіреулеріңіз есту арқылы, музыка тыңдау арқылы, немесе бір басқа жұмыс жасап жатып, қосып қойып тыңдауыңыз мүмкін. Немесе біреулеріңіз жазып отырып, бүйтіп елестетіп жазып отырып, сондай тәсілдерді қолдануыңыз мүмкін. Сол қай методика сізге жақын, соны қабылдаңыз. Бізде адамдар болады, барлық сондай видеоларды, барлық мұғалімдердің әдіс тәсілдерін алады да өзіне қолдана береді, қинай береді. Одан сіз керемет тіл үйреніп кетпейсіз. Өз-өзіңізді тыңдап, сізге қай бағыт ыңғайлы. Мүмкін сіз қызықты, түрлі түсті мультфильмдер көру арқылы, немесе карточкалар арқылы, иә, кішкентай балалар сияқты үйренуіңіз мүмкін. Немесе бірден үлкен кітаптарды, оқулықтарды бастап кетіп, мәтінді оқып, аударып, соны түбегейлі зерттеуіңіз мүмкін. Ішінде қай грамматика тұр, қандай жаңа сөздер кездесті, қандай сөз тіркестері бар деген сияқты сөйтіп үйренуіңіз мүмкін. Өз-өзіңізді зерттеп көріңіз. Қай тәсіл сізге оңай. Келесі, кіммен үйренемін? Бізде самоучкалар бар, иә, өз бетімен оқитын қыздар, жігіттер кездеседі. Ол да өте жақсы, бірақ сіз өйтіп ұзақ жүріп қалуыңыз мүмкін, ұзақ үйреніп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан басында кемінде бірінші, екінші деңгейде үйренгенге дейін міндетті түрде жетекшіңіз болғаны жақсы, яғни мұғалім таңдаңыз. Жақсы курстарға барыңыз. Осы курс жөнінде, егер сіздің уақытыңыз жоқ, жұмыс басты болсаңыз, онда онлайн курстар қазір өте көп Қазақстанда сапалы жүріп жатқан. Инстаграмдарын қараңыз, отзывтарды қараңыз, оқушылардың нәтижелерін қараңыз. Солай онлайн жүйесін таңдауға болады. Ал егер сіздің кемінде күніне 1 сағат, 1,5 сағат уақытыңыз болса, онда оффлайнға барған дұрыс. Өзіңіздің қалаңыздағы. Неге? Оффлайнға барған кезде қосымша сұрақтар туындауы мүмкін. Және ол жерде атмосфера, аура деген нәрсе бар. Сіз өзіңізбен бірдей тіл үйренетін адамдармен бірге жүресіз. Қоғамдық адамдармен араласасыз. Кішкене тіл үйренуге деген қызығушылығы бар ортаны табасыз. Солай да тілге деген қызығушылығыңыз артуы мүмкін. Жаңа достар табасыз деген сияқты. Жалпы осы қыздар, жігіттер, тағы да алдағы уақытта мен сіздерге уақытым болып жатқан кезде осындай қалай тілді үйрену керек, қандай методикалар бар, соның барлығын түсіндіріп беретін боламын. Мен тіл саласында жүргеніме қазіргі таңда 4 жыл. Өзім жас маманмын, мектепте жоғары сынып оқушыларына сабақ беремін. Енді тіл үйренген кезде әр мұғалім әртүрлі таңдайды. Мысалы, бір мұғалімдер болады, тек мұғалімдер емес, тіл үйренуші адамдар да екіге бөлінеді. Біреусі грамматика арқылы жаттаймыз, грамматика арқылы үйренеміз дейді. Ал біреу жоқ, грамматика бізге қиын. Біз жалпы өзімізді қиындатпай, жаңа кино көріп, кітап оқып, солай үйренеміз дейді.
екеуі де дұрыс. Меніңше екеуін де ұштастырған өте дұрыс, өте тиімді және нәтижелі болады деп айта аламын. Неге? Грамматиканы не үшін үйренуіміз керек? Грамматика арқылы тілді үйренетін болсақ, кез келген уақытта сөздердің орнын ауыстыру арқылы және қай сөз қалай шығып тұр, және әдеби тілде болсын, сауатты сөйлей алуымыз, сауатты жаза алуымыз, мысалы бізге етістіктер өзгеріп жатады, иә, соның барлығын дұрыс орналастырып, дұрыс грамотно сөйлей алуымыз осы грамматикаға тікелей байланысты. Және грамматиканы үйренген кезде де оны да оңай әдіс тәсілмен үйрететін ұстаздар болады. Сол кісілерден білім алсаңыздар, онда сіздерге қиындық тумайды. Ал енді жоқ, грамматикасыз ақ тіл үйренем деген адамдар болады. Неге олар ол жолды таңдайды? Себебі олар мынандай нәрсені алға тартады. Мысалы, кішкентай бала тоже сөйлейді, бірақ ол грамматика арқылы сөйлеп тұрған жоқ қой. Ол өзі сөйлеп кетті. Біз де сөйтіп өзіміз сөйлеп кетеміз дейді. Әрине өзіңіз сөйлей аласыз, бірақ сізде уақыт өте көп керек. Және сіз сөйлеп жатқан кезде өз бетіңізбен, без грамматика, иә, таңдаған жолда, ол жерде сіз сөздерді өзгерте алмайсыз. Не естідіңіз, соны жаттап, соны айтып, қолданып жүре бересіз, болды. Ал мынандай кәсіби тұрғыдан үйрену кішкене қиын соғады сізге. Және тағы бір нәрсе, көбірек ағылшын тіліне мән беріңіз. Бұл жерде барлығы ағылшын болып кетті. Мысалы, Қытай тілін үйренуіңіз мүмкін, түрік тілін үйренуіңіз мүмкін, иә, француз тілін үйренуіңіз мүмкін. Сол кезде телефоныңызды ауыстырып тастаңыз, ноутбугыңызды сол тілге қойып тастаңыз. Және сол тілде музыкалар көп тыңдаңыз. Әсіресе музыкаларды аударма жасасаңыз өте жақсы болады. Сосын бізде көбісі переводчик қолданады. Переводчиктің орнына өзіңіз сөздіктерден іздеңіз. Бір сөздікті іздеп жатып, екінші сөздікті жаттап алуыңыз мүмкін. Бәрібір кітаптың энергиясы басқа болады, чем біздің телефондарымызға қарағанда. Сосын өте көп программалар бар, тіл үйренуге арналған. Ең жақсысы мен Cake және Duolingo деп айта аламын. Осы приложениялар арқылы күнделікті уақытыңызды бөліп отыра аласыз кез келген жерде онлайн түрде. Келесі, кітаптар оқыған кезде бастапқы деңгейде тек қысқа оңай beginner, elementary деңгейлерінің мәтіндерін оқыған дұрыс. Бірден үлкен қиын деңгейдегі мәтіндерді алып, өздеріңізді тілден кішкене алшақтатып алмаңыздар. Өйткені қиындық болған жерде біздің тіл үйренуге деген желаниямыз қашып кетеді. Вот сол үшін. Келесі, сол кинолар көріңіз, субтитрмен көріңіз, көбінесе мультфильмдер көріңіз, қай бағытта, қай жанрда қызық, соны көріңіздер. Бір шетінен сіздерде кішкене тыңдау дағдысы дамиды. Тыңдап үйренгеннен кейін сіздер уже спикингді жақсарта аласыздар. Біз 4 дағды бойынша кішкене жұмыс жасасақ өте тиімді болады. Сосын күніне 20 минут деген әдіс бар. Күніне 20 минут өзіңіз білуіңіз мүмкін. Таңертең, негізі таңертеңгі уақыт өте жақсы, барлық нәрсе есте қалады. Немесе кешкі бос уақытыңызда 20 минут бойы сіз отырып зейін салған біліміңіз ол ешқайда кетпейді және жатталып қалады екен. Ал қалған ары қарайғы 2-3 сағат отырған білім ол сізді кішкене қинап жібереді, миыңызды шаршатуы мүмкін. Тағы бір нәрсе, достарыңыз бар ғой, өзіңіз сияқты, иә, ағылшын тілін сөйлегісі келетін. Сол тілдегі достарыңызбен WhatsApp арқылы аудиомен сөйлесіңіз. Телефонмен сөйлесіңіз, егер уақытыңыз болып жатса. Аптасына бір рет олармен кездесіп тұрсаңыз болады, кішкене кофеге барып, или бір табиғатқа барып деген сияқты. Өзіңіз ұйымдастырасыз ол жағын. Сосын стикерлерге сөздер жабыстырып, жаттап жүруге болады. Айналаңызға, үйдегі заттарға барлығын. Және сөздерді жаттаған кезде сөздің қасына бір сөзді қосып қойыңыз. Мысалы, live long. Live деген бізде өмір, long деген ұзақ, сонда ұзақ өмір деген сөз. Сіз екі сөздің орнын ауыстыру арқылы бірнеше сөздерді жаттап алуыңызға болады. Бұл бір әдіс. Сөйлеуге ешқашанда ұялмаңыз. Мысалы, үйде жалғыз өзіңіз жүрсіз, бір жақта жалғыз өзіңіз жүрсіз. Қате болсын, дұрыс болмасын, бір сөзді ұмытып қалыңыз. Сонда да соны ойынша, ауызша дыбыстап айтып жүрсеңіз болады. Жаяу кетіп бара жатсыз, жұмыста жүрсіз, бір нәрсе істеп жатсыз. Соны ағылшын тілінде ойланып жүріңіз. Айтып жүріңіз. Кейін бос уақытыңызда келесіз ғой, сабақ оқуға келген кезде, соны бағана айтқан сөздеріңізді есіңізге түсіріп жазыңыз. И грамматика бойынша тексеріңіз. Мен етістікті өткен жаққа қоюым керек екен ғой. Ана жерге мынандай жалғау қоюым керек екен ғой. Мен екі сөздің орнын ауыстырып қоюым керек екен ғой деген сияқты. Осы әдіс көп адамға көмектеседі. Күнделікті сөйлеп отырыңыздар. Әрине қате болады. Бәріміз аспаннан түскен жоқпыз. Сөйлеу арқылы, қателіктер жіберу арқылы ол кішкене түзеліп, біз жақсы нәтижеге жетеміз. Жалпы осы қыздар, жігіттер, алдағы уақытта менімен бірге болыңыздар. Бұдан да көбірек қызықты және пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Және мен Instagram парақшамда бар. Ол жерге тіркелсеңіздер болады. Мен лайфстористерді көбінесе кейде ағылшын тілінде жүргізуге тырысамын. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет.